біздің киіз үйлер 6 қанат, 8 қанат, 12 қанат. Яғни 6 метр бір бөлмелі, 2 бөлмелі үйлермен пара-пар деңгейі. Қиын сәтте ол 1-2 семья жатады емес, бір 20 адам еркін сияды. Өзіміз эксперименталды түрде алдын ала алып келіп алған киіз үйлерімізді тіктік түнде. Осы міне 3-ші түн жатып жатырмыз. Аздап суықтау, неге? Өйткені жылыту генераторлары негізгі жүктен келе жатыр. Біз плитамен амалдап жатырмыз, бірақ палаткамен салыстырған кезде бір 4 есе 5 есе айырмасы бар. Жылы кәдімгідей. Палаткада суық ұстай бермейді. Сосын палаткада шығып кететін ауа жоқта. Киіз үйде төбеде түндік бар, сол арқылы жаман ауада басқасы да ауаның циркуляциясы да бар дегенде ғой, көзімізді жеткіздік, ұзақ уақытқа тұруға болатынын.